16 жасқа толған балаларға арналған. Адамнан айла артылған ба, Қызылордада ақшаға жалған диплом жасау дерегі бойынша қылмыстық іс сотқа жетті. Көпе-көрнеу өтірік дипломмен мемлекеттік қызметке орналасқан бір шенеуніктің заңсыз әрекетін әшкерелеген ұлттық қауіпсіздік органдары тергеп-тексеру барысында басқа да былықтардың бетін ашты. Жасырын тергеу амалдары нәтижесінде өңірдегі маңдай алды оқу орындарын бітірттеген бірнеше жалған дипломдар мен заңсыз мөрлер тәркіленді. Қоғамда әлден резонанс тудырған мәселеге аңдатпадан соң қайтып ораламыз. Армағайын эфирде заң сөйлейді. Бүгін көретіндеріңіз, жалған дипломмен жұмысқа тұруға бола ма? Заңсыз құжаттың құны қанша? Қызылордада диплом бизнесі бойынша қозғалған қылмыстық іс сотқа жетті. Басында кездестім, сөйлестім, бердім ақшаны. Одан кейін өзі звондады маған. Диплом дайын тұр деп. Мұндай батыл қадамға кімдер барды? Делдалдардың артында кім тұр? Сертінен таймаған судья, қобызшы болам деп жүрген қарапайым қыз үшін әке жолын жалғауға себеп болған қанды оқиға. Мені түрмеге жапқып тұратын батыр сенсің ба деп қолынан үлкен қанжарды алып, сол жерде 17 жерде пышақтаған. Капитан Оспан Оразов туралы ащы шындықты сандықта жасырылған мақаладан оқып білген Гүлмира Ысқақованың сыр сұхбаты. Мен аяғына дейін оқып жеткізе алмадым. Өксіп, жылап. Сонымен қаладағы пәтерлердің бірінен жоғарғы оқу орындары мен колледждерді бітірген растайтын дипломдар мен заңсыз мөрлер тәркіленді. Тергеу материалдарына сәйкес, адамдар тобы алдын ала сөз байласу арқылы дипломдарды бірнеше рет қолдан жасап, дайындап, өткізумен айналысқан. Ал енді мұндай батыл қадамға кімдер барды? Делдалдардың артында кімдер тұр? Дәл осыларды қылмыскер деп айтуға еш құқығымыз жоқ десек те, диплом бизнесін өркендетті деген күдікпен бірден 3 адамға қатысты қылмыстық іс сотқа жетті. Айып тағылып отырғандардың екеуі әйел. Басында кездестім, сөйлестім, бердім ақшаны. Одан кейін өзі звондады маған. Диплом дайын тұр деді. Бірақ мен арада 6 ай ма 7 ай өткеннен кейін звондады. Жазда алдым дипломды. Бірақ маған қайтып звондады. Ол диплом 2018 жыл диплом, сенде кетіп қалған. 2019-мен қайтып ауыстырып берем деді. Одан кейін дипломды алған жоқпын. Диплом қолымда жүрді бірақ. Диплом негізі білген жоқпын, ондай заңсыз екен. Тергеуге шақырған кезде білдім. Куә ретінде жауап беріп тұрған бұл азаматша сотталушылардың ешқайсысын танымады. Жалған дипломды бөтен әйелден, яғни делдал арқылы 300 мың теңгеге сатып алғанын айтады. Бірақ қате кеткен құжатты ауыстыруға асықпағанға ұқсайды. Айыптау нұсқасы бойынша дәл осы азаматшаның атына екінші қайтара жасалған жалған диплом сотталушылардың бірінің үйінен табылған. Күдіктілердің мекен жайына жүргізілген тінту кезінде бұдан да басқа бірнеше жалған диплом мен Қызылорда және Алматы қалаларындағы жоғарғы оқу орындарының мөрлері табылған. Ел құлағы елу деген емес пе? Студенттер жылдап жүріп оқып алатын күректей дипломды Қызылордада санаулы күн ішінде сатып алуға болады деген қауесет кеңге жайылыпты. Айлакерлердің құрығына ілініп қала жаздағандардың бірі мына азамат. Қарапайым таксист, мұғалім болып табыс тапқысы келген. Алайда диплом қолына тиген бойда ішкі түйсігі әлденеден сезіктеніп, райынан қайтқан көрінеді. Істей аламын, жұмысқа істейміз, осындай жерде жұмыс істеймін деп. Сояққа осындай уақытта келсеңіз, осындай уақытта болады деп. Мен соны бардым, көрдім. Күмәнданғаннан кейін қағаздарды көріп, мен бірден соядан қайтарып бердім. Ешқандай да алғанда жоқпын, алғанда жоқпын. Анан көрдім де бірден күмән болды менде. Ал осындай жолмен өз атына құжат жасатқан шиелі тұрғыны дипломның келесі бетінде бөгде азаматтың есімі жазылып тұрғанын байқап, жалған құжатты кейін қайтаруға мәжбүр болыпты. Енді сот тергеуінде адвокаттар сұрақтың астына алған куәлардың біріне тоқталсақ. Бұл азамат жалған дипломмен кент әкімшілігіне жетекші маман болып келген. Осыған орай ұлттық қауіпсіздік органдары өз өкілеттігі шегінде
мемлекеттік қызметке кіретін лауазым иесіне арнайы тексеру жүргізеді. Көп ұзамай заңсыздықтар әшкерленеді. Кез келген мамандыққа диплом істей аламыз дейді. Істеп беріп жатыр, бәрі заңды, мемлекеттік тіркеуде бар. Соның бағасы 300 мың. Заңгер мамандығы бойынша бола ма дейді, болады дейді бұл кісі. 15 күннің шамасында істеп береміз дейді. Ақшасын беріп, сосын дипломды алдым. Бұл кісілер айтқан бәрі тіркеуде бар, заңды печаты, бәрі заңды. Бұдан қорқатын бізде госоргандардың бәріне осы қаншама адам диплом алып отыр, диплом алып беріп, біз соны жұмыс істеп жатыр. Бұдан қорқатын ештеңе жоқ дейді. Печатын көрдім алған, печаты бәрі заңды түрде, хаттамалық шешіммен, бәрі диплом номері. Сосын мен сөйтіп алдым. Алып оны госорганға өткіздім. Бәрі жалған болып, уже сотқа кетті. Сосын мен жұмыстан шықтым. Өз еркіммен жұмыстан уже менікі жалған болғаннан кейін мен өзім автоматически түрде жұмыс орнына өз еркіммен арыз бердім. Арыз беріп жұмыстан шықтым. Құқықтану, электроэнергетикасы, дене шынықтыру және спорт, бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі сынды мамандықтар бойынша жалған дипломға тапсырыс берушілер өздерінің де заңға томпақ әрекеттерге барғанын ұғына қоймаған сияқты. Негізі артық уыстың қулығы әшкерленсе, оның да сұрауы бар. Жалған құжатты жасаушы ғана емес, жасатушының да заңмен жазаланатынын есте ұстаған жөн. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 385 бабына сәйкес жалған құжаттарды, мөртабандарды, мөрлерді, бланкілерді дайындау немесе өткізу айыппұл салудан бастап 2 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жатады. Бірнеше рет немесе адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен жасалған іс-әрекеттер үшін 4 жылға дейін бас бостандығынан айыру көзделген. Көрнеу жалған құжатты пайдалану 160 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға, не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не 160 сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не 40 тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. Парадокс. Диплом бизнесі ғаламторда да кең етек алған. Жалақысы жоғары және престижді жұмыс іздесең, жай ғана диплом сатып ал деген мәтіндегі жарнамалар өріп жүр. Қызығы сол, интернет дүкендердің тізімінде еліміздегі маңдайалды білім ошақтары, соның ішінде Қызылордадағы жоғары оқу орындары мен колледждері жүр. Сонда алаяқтар құпия қызметін шімірікпестен жариялайтын болғаны ма? Сұрауы кімнен? Ал Қызылорда қаласының нөмірі 2-ші сотында қаралып жатқан қылмыстық істің қашан және немен аяқталары әзірге беймәлім. Бізге белгілі болғаны сот техникалық сараптама тәркіленген мөрлер мен дипломдардың бланкілерін бірде-бір оқу орнының ресми құжаттарымен сәйкес келмейтінін анықтап берді. Ал енді алдағы сот отырысында сотталушылардан жауап алынатын болады. Қазанның 17-сінде облыс орталығында қайғылы жағдай орын алды. Тасбөгеттен теміржол вокзалына баратын 11-ші бағыттағы автобус ересек адаммен бүлдіршінді қағып кетті. Келесі бейнежазбаны жүйкесі әлсіз адамдардың көрмегені дұрыс. Әлеуметтік желілерде тез тарап кеткен осы кадрлардан көріп отырғандарыңыздай, қас пен көздің арасында жолға жүгіріп шыққан 4 жасар баланы періштесі қақты. Жанаман қалса екен деп барша жұрт тілеуін тілесе, оны ұстап қалмақ болған әкесі арты қайырлы болғай оқиға орнында жан тәсілім етті. Абайсызда адам өліміне әкеп соққан бұл оқиға бойынша сараптама тағайындалып, қылмыстық кодекстің 345 бабының 3 бөлігімен тергеп-тексеру амалдары басталды. Біздің келесі кейіпкеріміз де ауыр қайғыны басынан өткерген. Қызмет бабында жүріп, кісі қолынан қаза тапқан әкесі капитан Оспан Оразов туралы сандықта жасырылған журналдан оқып біліпті. Тәртіп сақшысын жазасын өтеп жатқан сотталушы 17 жерден пышақ сұғып өлтіргенін оқыған сәтте, ол заңгер болам деп өз-өзіне серт берген. Сол сөзінде тұрған нәзік жан, Қызылорда қаласы мамандандырылған әкімшілік соты төрағасының міндетін атқарушы Гүлмира Ысқақованың сыр сұхбаты. Өзімнің анам
мына ұлттық аспаптардан қобыз аспабын жақсы көретін. Сол өзі көрпеше не тігіп отырып өлең айтатын. Бірақ енді мен өлең онша даусым жоқ. Бірақ сол 5 жыл оқып, сол музыка мектебінде қобыз классын бітіріп, енді осы арман болады ғой, енді қандай мамандық таңдаймын, осы анамның арманын орындайын ба, әрі қарай осы қобызды жалғастырсам ба екен деп, бірақ өзімнің неме онша қонбайды. Соны енді осы әр ананың, әжелеріміздің өзінің сандықтары болады. Ол сандықтарды құлыптап қояды, оның ішінде бір бағалы заттары болады. Сол бір күні анам осы сандықтың ішіне бір заттарды алып қою жөнінде бір тапсырып кетті. Сөйтіп сол сандықты ашып қарағанымда бір рамкада, стеклода борышын өтеген азамат деген менің әкемнің суретімен бір мақала таптым. Соны оқи бастадым. Енді өзімнің әкемнің милицияда қызмет еткен білем, қызмет бабында қайтыс болған білем. Бірақ қаншалықты ол қалай қайтыс болғанын білмейді екем. Сол мақаланы оқи бастағанда мен оның аяғына дейін оқып жеткізе алмадым. Өксіп, жылап, қазірде де бар ғой заң. Бас бостандығын айырмаған жағдайда түзеу жұмыстарын берген сол сотталушыға. Сол әкем милицияда жұмыс жасайды. Сол тексеру барысында жаңағы сотталушының арақ ішіп жұмыс істемей жүргені көріп ескерту жасайды. 1-2 ай өткеннен кейін тағы тексеру жүргізіп, сол қайталанып жатқанын көріп, жаңа кісіге ескерту жасайды. Енді осыны қайталай беретін болсаңыз, мен сіздің жазаңызды ауыстырам деп ескертіп кетеді. 1971 жылы февральдың 7-сінде әкем өзінің қызметінде кабинетіне жұмыс істеп отырған кезде жаңа сотталушы келіп, мені түрмеге жапқыратын батыр сенсің ба деп қолына үлкен қанжарды алып, сол жерде 17 жерде пышақтаған. Содан соңғы пышағын бетіне дейін тіліп кеткен. Сол пышақты соңғы пышағын ішіне тығып кеткен. Әкем денсаулығы мықты болды ма, сол кабинет қанға толған, сорғалап, орнынан тұрып, сейфінде құпия құжаттар бар екен, соны сейфін жауып, кілтін алып, кезекші бөлімге барып тапсырып, сол жерде сотталушының аты жөнін айтып, сол жерде құлаған. Содан жедел жәрдем алып кетіп, сол 3 күннен кейін қайтыс болған. Содан өксіп, жылап, бұндай да адам болады ма екен, бұл хайуанында бетер ғой, мынау деп ішім күйіп, жылап, өксіп, өксігімді басамай, сол жерде мен сот болам, милиция болам деп ойлаған жоғым, бірақ мақсат қойдым алдыма, әкем жолын қуу жөнінде. Талдықорған заң техникумына түсіп, сол оқуды бітіріп келгеннен кейін Сырдария аудандық сотында үлкен ауыр жағдай болған екен. Жүргізуші жол апатынан қайтыс болып, сот орындаушы аяғынан жаңағы ауыр халде больницаға, ауруханаға түсіп, 5 айдан бері сот орындаушының жұмысы тоқтап қалған екен. Әділет басқармасының басшысы сол жаққа мен сот орындаушы тағайындап, сол жаққа қызметін бастап кеттім. 2009 жылы наурыздың 3 наурызда Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен судья қызметіне тағайындалдым. Сол судья болып тағайындалғаннан 3 күн өткеннен кейін бір өндірісіме бір әкімшілік іс, есімде қалатын бір әкімшілік істі айтып өтейін. Құқық бұзушы әйел адам болды. Мемлекеттік орган басшысын кабинетіне барып, балағаттап, ар-намысына тиіп, сыйламаушылық танытқан деген ұсақ-бұзақылық әкімшілік іс қолыма түсті. Процеске түсіп бара жатқанда әріптестерім, ой, бұл келіп жатқан іс еді, саған ауырлау болды ғой, бұл ар жазатын кісі деп. Сосын тәуекел дедім, енді жаңа істі әділ қарасам, әділ шешім шығарсам, әр азаматтың өзінің құқығы шағым жазу деп процеске түсіп кетіп, сот отырысын бастап, жаңа бұзушыдан әйел кісіден жауап ала бастадым. Бұл кісі осындай пәтер ала алмай жүредім, 2 сағат қабылдау бөлімінде тұрып қалдым деп әрі қарай жалғастырмады. Сол іске қатысушылардың барлығынан, жәбірленушіден, жаңа басшыдан 5-6 куә бар екен, олардан жауап алып, олардың барлығы бекітті, жаңағы балағат сөздер айтқан жөнінде. Сон болып жатқан кезде жаңағы басшыға сұрақ қойдым. Енді жаңағы құқық бұзушының түсіндірмесіне қарағанда, сіздің қабылдауыңызда 2 сағат болыпты. Сіз оны біліп отырсыз, неге қабылдамадыңыз? Қабылдап, уәжін тыңдап, заң бойынша шеше алатын болсаңыз, шешіп беріп, шеше алмайтын болсаңыз,
арызыңызды өтінішіңізді ұстап кетіңіз, осындай заңға сәйкес осындай уақытта жауап берем деп арқасына неге қағып шығарып салмадыңыз? Осындай әрекет осыдан туындады деп ойламайсыз ба деп сұрақ қойдым. Сосын ол әртүрлі сылтау айта бастады ол кісі. Сөйтіп енді сот отырысын аяқтаған кезде жаңағы құқық бұзушы орнынан тұрып жаңағы келіп өзінің кінәсін мойындады. Иә, мен кінәмді мойындаймын, мен мынандай сөз айттым деп. Сөйтіп прокурордың қорытындысын тыңдап жаңағы кісіге біз айыппұл жазасын қолдандым. Сөйтіп ол кісіге 30 тәуліктен кешіктірмей айыппұл төлеу жөнінде түсіндірдім. Сөйтіп қаулымды бітіріп жатқанымда орнынан тұрып, мен айыппұлды ертең төлеймін деді. Және сіздің әділ іс жүргізгеніңізге ризамын. Мен қоятын сұрақты сіз қойып бердіңіз. Мен айыппұлды ертең төлеймін деп. Мен сосын сот отырысын жауап деп жайлап шығып кеттім. Әрине, сот заңға ғана бағынады. Бір іс есіме түсіп тұр, арақ ішіп, масан күйде басқарған автокөлікті өзі екінші топтағы мүгедек екен. Процеске келгенде бір аяғы енді толық жұмыс істемейді. Сол енді арақ ішіп басқарғаны толық дәлелденіп тұр, өзі мойындап тұр, видео записпен де барлығы. Ол және арақ ішкенде орта дәрежеде арақ ішкен. Содан енді сот процесінде ол өзім екінші топтағы мүгедек едім, жақында әйелім қайтыс болып еді, 4 баланы қалай асыраймын, өзім такси болып жүредім деп сөйтіп жауап берді, жеңілдетуді сұрады. Сонымен ол 3 жыл көлік құралын басқару құқығынан айырылды. Енді жаңағыдай уәж айтқанмен де, семья жағдайын айтқанмен де ол жеңілдететін заңға ғана бағынамыз осындай жағдайларда. Сот төлемінің сапасын жақсарту жылы деп аталды осы 2019 жыл. Біраз бағдарламалар осы реформаға сәйкес дүниеге келді. 7 түйін. Осының ішіндегі атап өтетін бағдарлама түнгі пилоттық сот жобасы. Түнгі пилоттық сот жобасы бұл қазір халықтың ризашылығына бөленді. Өйткені түнгі сот пилоттық жобасы бойынша жол көлік оқиғасы бойынша істер қаралады. Ол жұмыстан тыс 6 жарымнан түнгі 10-ға дейін қаралады. Бұның тиімділігі халық келген азаматтар уақыттарын үнемдейді және шығын тез арада өндіріледі, өйткені іс тез қаралады. Осы түнгі пилоттық жоба бойынша қазір әкімшілік осы 9 айда 207 әкімшілік іс қаралып отыр. Енді отбасы жаңағы балалы үй базар, баласы үй қумазар демекші. 2 немерем бар тәтті. Енді жаңа айтып отырмын ғой, түнгі пилоттық сот жұмыстан тыс қалып жұмыс жасаймыз, үйге кейде кеш баратын кезіміз болып қалады. Соның кешке дейін жұмыс жасаймыз, еще түнде жұмыстан тыс бір шаршап үйге кірген кезде, әжелеп алдыңнан жүгіріп шыққан кезде бүл шаршағанын ұмытып кетесің. Осы 2 қызым, кішкентай немерем бар. Көңілді осыларға бөлем, мен балаларым ересек, екеуі де үлкен енді. Қазір әже болып жатырмын. Үйде үлкен әжеміз бар, 84-те. Осы шөбере бағып жатыр ол кісі. Ол кісінің жаңағы қатты сыйлайтындығым, мама деп айтуға тұрарлық. Бірінші, біз бұған дейін бөлекте тұрдық. Бөлек тұрған кезде туған күнімде таңғы 7-де звондайды. Жұмысқа кетпей тұрып. Туған күнің құтты болсын, балам деп. Сонда звондайтына менің анам 58 жасында қайтыс болып кеткен, мамасын жоқтатпау. Сол мен де сенің анаңмын ғой деп, соған ризамын. Жылда сөйтіп звондап тұратын түгін. Кешке тамақ ішпейді, ешкімге тамақ бермейді. Мен келгенше сол күтіп отырады. Мен соған ризамын. Қазір енді мен келінім де, жолдасым да, енем де менің қызметім ауыр екенін түсінеді. Мен көп ризашылығым сол кісілерде. Егер үйім, отбасымда жағдай болмай жатса, мен бұл қызметті алып жүре аламедім. Мысалы, түнде істер қараймыз, кеш бара алмедім, үйді алаңдап отырсаң. Қазір сол үлкен ұйытқы анамыз болғандықтан мен емін-еркін жұмысым істеп, сол кісінің арқасында балаларыма да қарап отырады. Енді өмірлік ұстаным әр адамда әртүрлі болады. Енді әркім өзі мақсат қою керек. Болашақ жаңа өмір жолымды айттым ғой, жаңаға әке жолын қуу деп, сол мақсаттым орындалып жатыр қазір. Сол үшін абырой, шыншылдық, әділ менің ұстаным осы.
Гүлмира Оспанқызын полицейлер династиясынан, яғни қоғам тыныштығын күзеткен әулеттен шыққан деуге болады. Ішкі істер органдарында бүгінде Оразовтардың 3-ші буыны абыройлы қызмет атқаруда. Мемлекет мүддесін биік қойып, елге адал қызмет ететін азаматтар барда әке жолын жалғастырар әлі талай ұрпақ тәрбиеленіп шығары сөзсіз. Өмірдің шындығы, қоғамның бүгінгі келбеті міне осындай. Ауыр жүкті ақтарып, көзі қарақты көрермен сізге ұсындық. Ой елегінен өткізу өз еншіңізде. Ал біз хабарымызды осы тұстан түйіндейміз. Бітімі бар ел бүтін.